Түркістан облысының тұрғыны, өзбекстандық діни радикалды уағызшы Абдуллах Зуфармен байланыс орнатқан жерлесіміз экстремистердің идеологиялық лидерінің атынан парақша ашып, материалдарын таратқан. Оған тапсырманы псевдо уағызшының өзі беріп келген әшкереленді. Қазір күдікті қамауға алынды. Тілге тиек ететін жайт, Абдуллах Зуфар Өзбекстан азаматы. Ол өз елінде экстремист деп танылып халықаралық іздеуде жүр. Өзбекстан Республикасының аумағының өзінде уағыз насихат жүргізілуге тыйым салынған біршама тұлғаларды мынау біздің өзбек халқы, өзбек этносы тығыз шоғырланған Түркістан, Сайрам, Сарыағаш секілді қала аудандарда өте көп тыңдайтындығы анықталып отыр. Абдуллах Дамла, Абдуллах Зуфар, Шейх Садық Самарқанди секілді бұндай уағызшылардың таза сәләфилік көзқарастарда өзінің идеологиясын жүргізетіндігі тарататындығы нақты дәлелденген.